Сәлем, қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздермен балалықтың бал дәм болған дәл осындай кереметті алмалы шырынды, яғни алмалы чупа-чупстың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жоғалтып алмас үшін алдымен каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен осындай 5 дана алмамызды жақсылап жуып дайындап алатын боламыз. Осылай жуып алғаннан кейін суынан құрғатып, осылайша сүртіп, алмаларымыздың басындағы кішкене таяқшаларын дәл видеодағыдай етіп бұрап алып тастайтын боламыз. Алдын ала алмаларымызды дайындап алғаннан соң, достар, міндетті түрде не зат жасадым, қанша граммнан қостым, барлығының осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Алмамызға дәл видеода көрсетілгендей етіп ұзынша таяқшаларды, яғни шпажка ұзынша таяқшаларымызды дәл осылайша алмамызға тығып, барлығын осылайша дайындап алатын боламыз. Таяқшамыз ұзын болса, кішкене ортасынан кесіп, ыңғайлы етіп дайындап алатын боламыз. Сонан соң барлық алмамызды дәл осылай дайындап алғаннан соң, осылай асты жабыспайтын, осылай асты қалың қазанымызға бірінші шекерімізді, сосын суымызды құйып, жақсылап алтын түске енгенше, яғни сарғыш түс болып, біздің шекеріміз бен суымыз жақсылап ерігенше кішкене күйдіртіп сарғайтып алатын боламыз. Сол уақытқа дейін дәл осылай араластырып тұрамыз. Біздің шекеріміз бен суымыз қайнап шыққаннан кейін үстінен 1 чайная ложка лимонный кислотамызды құйып жіберетін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып тұратын боламыз. Өзі араластырған кезде міне дәл осындай кішкене масса дайын болады. Біздің массамыз карамеліміз дайын болған білу үшін дәл осылай мұздай суымызға осылай қасығымыздың көмегімен осылай бокалымызға құйып көреміз. Егер де біздің бокалымызға жабысып қалатын болса, тағы да біраз уақыт қайнататын боламыз. Міне біздің бокалымызға кішкене жабысып қалып жатыр. Тағы да біраз уақыт қайнатып алатын боламыз. Міне дәл осындай қатты болып шығу керек. Біздікі әлі созылып дайын болмапты. Енді тағы да кішкене уақыт қызартып, сарғайғанша түсі сарғыш түске енгенше кішкене қайнататын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаймыз. Барлығын араластырып дайындап алғаннан соң міне тағы да көретін боламыз. Осылай мұздай суымызға 1 чайная ложкамен дайындап алған карамельді құйып, қолымыздың көмегімен дәл осылай алып көретін боламыз. Егер де біздің карамеліміз қатып, өз формасын сақтап тұратын болса, онда біздің карамеліміз дайын деген сөз. Міне дәл осылай суымызға салып көретін боламыз. Міне дәл осындай бізде қатып шығуы керек. Осылай болған кезде біздің карамеліміз дайын деген сөз. Тағы да кішкене уақыт міне өздеріңіз байқасаңыздар, кішкене сарғыш болады. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Бұл ыстық кезде еріп тұрғанмен тез-тезден дайындау керек. Міне дәл осылай сарғыш түс болғаннан кейін қазанымыздың астын өшіріп, суытып алмай жатып, дәл осылай өшіргеннен кейін сразу оның үстінен дәл мендегі сияқты краситель 1-2 тамшы тамызып, жақсылап оны араластырып, бір түс қылып масса қылып алатын боламыз. Дәл осы массамызды жақсылап араластырып дайындап алғаннан соң, жаңағы дайындап алған алмаларымызды біздің мына карамеліміз суымай жатып, тез-тезден аунатып дайындап алуымыз керек. Себебі біздің бұлымыз кішкене мұздап салқындап қалатын болса, біздің карамеліміз қатып қалатын болады, достар. Бұл жерде бізге жылдамдық қажет болады. Міндетті түрде тез-тезден алмаларымыз дәл осылай карамельге айналдырып, барлық шетін бірдей қызартып, тегізіп алатын боламыз. Көрін істелу жолы өте оңай. Міндетті түрде тез-тез шапшаңдықпен қимылдасаңыздар, тез-тезден 5 минутта ғана дайын болып шығады. Бұлымыз өзі тез қатады, ешқандай холодильник, морозилникке қоюдың ешқандай да қажеті жоқ. Дәл осылай алмаларымызды барлық жеріне тегізіп, осылай карамелімізге малып аламыз. Егер де жұқа емес қалың болсын десеңіздер, тағы да кішкене уақыттан кейін, бір суытып алғаннан кейін алмаларымызды тағы да бір айналдырсаңыздар қалың болып шығады. Міне осылайша алмамыздың барлығын карамельге жақсылап аунатып дайындап алатын боламыз. Біздің яғни алмалы шырынымыз, яғни алмалы чупа-чупсымыздың дайындалу әдісі осылай.
дәл осылай жасап магазиндерге өткізіп кішкене бизнес бастап осылай сатсаңыздар да болады. Дәмі енді өте керемет болады. Біздің балалықтың балдамы ғой, кішкентай кезімізде 15 теңгеден 20 теңгеден алып жейтін ең сүйікті біздің жейтін заттарымыздың бірі болған ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне біздің алмалы чупа-чупстарымыздың барлығы дайын. Егер рецепт ұнаған болса, жоғалта алмасын каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.